Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте керемет болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, бір жасағаннан шығатын, дәмі деген керемет, таңғы шайға ішкенге өте керемет пирогтардың бірі. Рецепті де өте қарапайым. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де видеоның соңына дейін менімен бірге болуларыңызды сұраймын. Ең алдымен осындай таза ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Жұмыртқамызды жарып болғаннан кейін үстінен шекерімізді саламыз. Және де миксердің көмегімен миксерлейтін боламыз. Бірінші жай жылдамдықпен бастаймыз. Осылай қантымызбен жұмыртқамызды жақсылап миксерлейміз. 2-3 минуттан кейін бізде осындай өте керемет болып көпіріп ақ масса шығады. Келесі кезекте сұйық майымызды құямыз. Кішкене ғана миксерлеп жібереміз, көп миксерлеудің қажеті жоқ. Осылай кішкене миксерлеп, келесі кезекте айранымызды қосатын боламыз. Айранды қосып болған соң, тағы да кішкене миксерлеп жібереміз. Осылай миксерлеп болғаннан кейін еленген ұнымызды аз-аздан сала отырамыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермейміз. Және де үстіне разрыхлителімізді салатын боламыз. Осылай салып болғаннан кейін венчиктің көмегімен жай араластырып, ұнымдарымыздың барлығын салып, іртіктерін жазып, біркелкі масса шығарып алатын боламыз. Қалған ұнымызды да салып аламыз. Ұнды егерде бірден салып жіберетін болсаңыздар, көтеріп алған массамызды түсіріп алатын боламыз. Сол үшін аз-аздан саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің тестамыз дайын. Видеодағыдай болу керек. Келесі кезекте біз осылай пергамент қағаз не болмаса фольганы қолдансаңыздар болады. Табамызға осылай құйып аламыз дайын болған массамызды. Сол арада қыздар, пешімізді 180 градуста қыздырып қойыңыздар. Қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Осылай шетін лопатканың көмегімен, егерде лопаткаларыңыз жоқ болса, қасықтың көмегімен тегістеп алсаңыздар болады. Келесі кезекте пешімізге салатын боламыз. Пирогтың піскенін осылай ши таяқшаның көмегімен білсеңіздер болады. Біздің пирогымыз көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ болып, өте керемет болып шықты. Егерде рецепт ұнаса, сіздер де жасап көріңіздер, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп, комментария қалдыруларыңызды сұраймын. Алдағы уақытта көптеген оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Оразгүл, назарларыңызға көп-көп рахмет.